Баршаңызға сәлем достар, сіздерді өзімнің арнамнан көргеніме қуаныштымын. Сіздермен толқын. Бүгін сіздерге өте бір керемет, ерекше рецепт ұсынғым келеді. Бұл құймақтан жасалған торт. Ешқандай духовканы, миксерді, сливкиді қажет етпейді. Өте оңай жасалады. Сіздерден видеоны соңына дейін қарауды сұраймын. Және де менің рецептіммен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Керемет, сондай нәзік, дәмді, жұмсақ болып шығады, дәмі ауызда ерейтіндей болады. Сіздерге ұнайтынына кепілдік беремін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен құймағымызды дайындаймыз. Ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Қантымызды саламыз. Екеуін жақсылап араластырамыз. Сүтімізді құямыз. Ұнымыз бен какаомызды електен өткізіп саламыз. Қайнап тұрған ыстық судың үстінен бір шай қасық ас содасын салып жақсылап араластырамыз. Және ыдысымызға бәрін түгел құйып жібереміз. Сұйық майымызды құямыз. Табамызды жақсылап қыздырып, құймақтарымызды пісіріп аламыз. Желатиніміздің үстінен салқын суды құйып, 5-10 минутқа бұқтырып қоямыз. Желатиніміз суды өзінің бойына сіңіріп алды. Енді бұл үстіне микротолқынды пеште ертіп аламыз, немесе су ваннасында ертуге де болады. Қаймағымыздың үстінен қантымызды саламыз. Және ертілген желатинімізді салып, миксерлейміз. Енді жаңаға пісіріп алған блинларымызды мынандай форманың ішіне қойып шығамын. Менде блиннің диаметрі 18 болды, бірақ ол маған кішкентайлық қылған үшін мұнда 22 сантиметрлік диаметрді қойып, жан-жағына блинларды осылай орналастырып қойып шығамын. Ішіне аздап крем жағып жібереміз. Осындай іші шұңқырлау ыдыс керек болады. Блинларымызды салып шығамыз. İçine kremimizi құямыз. Арасына кез келген жеміс саламыз. Мен бұнда өрік және черешняларды саламын. Мен бірінші рет салып, үстінен бір қасықтан крем салдым, және екінші рет қайтадан салып шығып жатырмын. Бірінші салғаным видеоға түспей қалды. Енді кольцомыздың ішіне осы блинларды рет-ретімен салып шыға береміз.
кремімізді бетіне құйып шығамыз. Қалған жемістерімізді бетіне салып шығамыз. Жан-жанындағы блинларды бетіне жауып шығамыз ең соңында. Және бір блинді ең бетіне қоямыз. Қатқанша 5-6 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Тортымызды мұздатқыштан алдық. Осылай өзінің формасын ұстайды. Енді бетіне ганашымызды құямыз. Ганашты мен шоколад, сары май және сүттен жасадым. Нақты құрамын описанияға қалдырып кетемін. Осы ганашпен толық сыртын қаптап шығамыз. Осымен достар, біздің құймақтан жасалған тортымыз дайын болып шықты. Дәмі өте керемет болып шығады. Шын мәнісінде маған ұнады. Менің жолдасыма да өте қатты ұнады. Қонақтарға дәл осы тортты жасап берсеңіздер, дастарханның көркін ашып, ерекше сән беріп тұрады. Кремді әртүрлі етіп жасауыңызға болады. Бәрі өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Жемістерді де әртүрлі етіп өзгертуге болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Толқын. Менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Алда әлі көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сау сәлемете болыңыздар.